еркін отырыңыздар. Бұл директормен шай деген сияқты әңгіме. Таныларыңызда осындай атасыздар қазір. Өмірлік ұстанымдарыңыз қандай сіздердің? Мектеп бітіргеннен кейін осы қалаға келдім да 78 жыл қалаға келдім. Содан қаланың өмірін араластым. Ең бірінші темір жолда жұмыс істедім. Әсер еткен мен әжем деп ойлаймын. Әжем баласы болдық. Осы анау шешемізге таянбайды да. Сосын кейде әжеміз шешеге барсайық, жанына барып не алсам, қарамайды, жұмысын істеп жүреді. Сосын шамалмайды, не алсаң, әй баршы, әжеңе бар деп қуып жүреді. Әжем тәрбиеледі ғой бізді. Болса ішіп кетеді ол. Қораға башы жолын. Бұл орнаға келмесек, ол кісінің әкім болғанын білмеймін. Балалыққа деген шолу, бір естелік, жақсы дүние, әжем баласы, бізде әжем балалары көп осы жерде отыр. Мен артында өстім. Біз солай әжемнің бауында солай. Әке деген жоқ, әкеміз көкеден өстік. Ағамыз сияқты өсті. Бірақ қандай тастапқа келіп айтады, байқап жоқ, байқап келмейді. Жалпы сіздер де отбасында қандай тәрбие көріп өстіңіздер? Және бүгінгі күнге ұрпаққа қандай тәрбие жетіспейді? Черекті, станция Черекті әулиелі сояның тумасының 10 жыл мектепті сол жерде бітірді, мен де есімде менен. Сол баяғыда мектепте оқып жүргенде айтатын, өскенде кім баласың деп сұрақ қояды ғой. Сонда айтатын да, геолог боламын, геолог болмасам шопыр боламын. Содан Алматыға оқуға барып, конкурстар өте алмай келдім де, содан шопыр болдым, содан әлі осыны. Осы жасыма дейін әлі шопыр болып тұратын. Мектепке келген кезде бір-бірімізді сырттан ғана танимыз, жақынырақ танымаймыз. Міне дос отырған кезде менің өзім мына үлкен кісілердің қай жақтікі, қай жетікі, ұстанымдары не нәрсе, қалай сөйлейді, сөз саптасы деген сияқты нәрселерді бір табан болса да жақын танып отырмыз, танып жатырмыз. Енді келесі сұрақ Әділхан мырза, өзіңізге. Сіз білеміз кәдімгі сіз дегенде жезқазғанда барлығы біледі ғой, шахматный альманах деп. Иә, нағыз шахматтың шеберісіз. Жалпы демалысты өзіңіз, біз мектепте сізді көреміз, бірақ демалысыңызды білмейміз. Мектеп жасынан ба? Иә, неше жасынан бастадыңыз шахматты? Сол кезде көрсетеді, үйге келген қонақта мен әкем ойнап отырып, шахматты. Сонда мен қарап. Неше жас ол? Жасыңыз? Где-то шамамен 4 жасында. Үйге түседі. Ол кезде мен әріп танымаймын, бірақ сол кітап арқылы әріп танып кеттім, өткеннен кейін. Енді келесі сұрақ біз Асан мұғалімге қояйық, иә? Асан, енді сізге, алғашқы сізге қояр сұрақ, жалпы осындай бір өмірде енді қиын-қыстыз болмайды ғой? Таңдау болатын сәттер болады, иә? Жалпы сол кезеңдерде сіз шешім қабылдауда неге сүйенесіз? Менің осы болмысымның қалыптасуына ең бірінші үлкен өзімнің діңгегін қаққан ол өзімнің ата-анам. Менің әкем военный кісі болған, военный болған кезде ішкі істер жағында жұмыс жасаған. Көп жылдары участковый болып, жаңағы жан жаққа, енді бір жыл мына жақта, жарты жылдан кейін ана жақта. Сонда мамам айтады, мамам ештеңе демейді, қай жаққа кетемейді, дүниесін жинайды да кете береді. Яғни маманың сабырлығы, яғни сол кісілерді айтады, кейін сол мысалы ешқандай бір дүние жинау ондай деген жоқ. Папам қай жаққа бару керек, соның артынан кете береді, чемоданмен астайын демейді, бір ақ күнде жиналады, бір ақ күнде келеді. Сондай. Сосын жаңа әкем мені де өзінің артынан неткісі келді. Мақсаты әскери адам солай қалады. И мені біраз уақытқа дейін соған дайындады. Мен әкеме ашылып айттым. Әке, мен қазір таңертең ерте тұрып жүрмін, жаңағы жүгіріп жүрмін, бірақ ол сіздің қалауыңызбен ғана. Менің қалауым бұл әскери емес, модный мамандықтар. Бүкілі соны таңдап жатыр. Қарап отырсам, физика деп тұр, сосын мен физика таңдай салдым. Шын мәнісінде бұл жерде нақты не болған жоқ. 10-шы класста ғой, таңдай салдым. Сөйтсем, бүкіл кластың ішінде физиканы таңдап жатырмыз математиканы. Соңынан физика мұғалім көріп алған ғой. Бәтті маған жармасы да қойды, мен дайындады, олимпиадаларға да шығарды. Сөйтіп, шын мәнісінде егер мұғалім ұстазға өте көп нәрсе байланысты. Айтады, бұлақ көрсең көзін ашты. Шын мәнісінде менің өзімнің өмірімде мұғалімдерге деген сондай көзқарас қатты өзімнің ойымды өзгерткен. Сондықтан да шығар мен осы мұғалімдікке таңдап, қазіргі уақытта да басшылықтан кетіп мұғалімдікке келгеніме қатты қуанамын.
жанып, әзілмен жарасқан такмен ойна деген, бәрімізбен әзілдесіп та қояды. Енді осы мереке, жалпы 7 мамыр сіз үшін қандай мереке? 7 мамыр деген мен үшін бір қасиетті мереке болып есептеледі. Жалпы қай кезде де осы ұлттың, жалпы елдің тізгінін ұстайтын, оның болашағына жауапты ер азаматтар, ер азаматтардың осы мерекемен байланыстыруы мен үшін ерекше. Сонымен қатар жалпы қандай да бір елдің басына күн тумасын, алғы шетте ер азаматтар тұрады, атқа мінерлер дейді. Мен негізі әдебиетке келуіме бір себеп болған, әкем себеп болды. Әдебиетті көп оқитын, газет, журналды бермейтін. Әңгімеге құлақ тұрып отырып, соны құйма құлақ деп айтады, жаттап аламын. Сол сияқты бір-екі әңгіме айтып берейін, енді әзір араласып. Абайға да айтып қоямын, жинақтап бір дүние қылып шығарсады. Иә, соны айтайын. Құлыншақ деп, сосын бір күні жаңадан жұмыскер келеді ғой, сосын бригадаға. Жаңа құлыншақ дейді, анау біреу не істейді ғой. Айтады, көкем мені құлыншақ деп айтпаңыз. Неге? Сіздің құлыншақ дегеніңізді естідім мен дейді ғой. Жаман сөз екен. Ана кісі айтты, ай құлыншақ ай, оны саған қай құлыншақ айттырайын. Енді Медет мырза, сіз үшін жалпы осы ұстаздық жол қалай келдіңіз? Оған кім себепкер болды? Ұстаз болмағанда жалпы кім болар едіңіз? Біз әулетімде, біздің Жандезиновтегі семьямызда бір мұғалім жоқ, бәрін болды ғой. Жыным ұстап, шынымен маған еще өтірік айтып қояды, Үмітжан Серікбаев деген ол кісі приемный комиссия жұмыс істеген ғой. Ана мамандықтарға түссең мұғалім бола алмайсың, мұғалімге түссең ана мамандықтан любойын бола аласың дейді. Орленокке не же, знаете, вожатыйларды сұранысын жасады. Мен соған бардым. Маған содан бастап ұнады. Мұғалім болу, жаңағыдай. Енді бірінші Шыңғыс мырза, сізге сұрақ. Нағыз жігітке қасиет, қандай 3 қасиет керек деп ойлайсыз? Енді нағыз жігітке қажетті 3 қасиет. Ең бірінші ол жауапкершілік. Екіншіден еңбекқор. Еңбекқор болу керек, ер адам. Үшіншіден жан-жақты, қазір заман талабына сай жан-жақты болу керек деп ойлаймын. Енді мен жайдан домбыраны ұстап отырған жоқпын. Сізден қонақ кәде сұрайық деп отырмыз. Домбыра таңдап бар екен деп естідік. Бірақ кейін саған кезек келіп тұр. Сөз өзіңде, осы өмірде жалпы үлгі болатын адамың кім? Жалгембірдің баласы болсам да, 6 жасыма дейін сол кісілердің қолында болдым. Содан кейін 7 жасымнан бастап әжеміз айтты, мына оқыту керек, болмайды деп. Үлгі әкем ғой. Басқа ешкімді үлгі тұтқан емеспін, ешкімді пір тұтқан емеспін. Сол не айтады, сол не істе дейді. Осы университетке түс дегенде сол, мұғалім бол дегенде сол. Мен өзім де ниет мұғалім болсам, біраз құбылғам, биология таңдадым. Рас,